орнын андай бір қымбат заттармен толтыруға тырысады екенбіз да. Сол үшін мындай бәрі шартты ғой, біз айта алмаймыз дәл осындай болу керек деген. 40 жастағы адамдар бар, 45 жастағы адамдар бар. Әлі күнге дейін жаңағы сепарация болмаған, ата-анасына деген реніш бар. Жоқ деп айту қиын, иә? Өзімнің позициямды кейде сақтап қалу қиын. Екі таңдау жасайтын сияқты да, бала біреуі көргенін істейді дейді, біреуі керісінше оны тәжірибе деп қабылдап өзгертуге тырысады. Иә. Егер менің анаммен қарым-қатынасым нашар болса, онда мен өзіммен қарым-қатынас нашар. Өзімді қабылдауым нашар. Егер мен әкеммен қарым-қатынасым нашар болса, онда мен өзімді көрсете алмаймын қоғамда. Еркеге бір қыздар болады ғой, әкесінің қыздары, олардың рухтары мықты болады. Қыз егер әкесімен сепарация жасамаса, онда ол өзінің күйеуінен әкесіндей болуды талап етеді. Үміт ханым, тағы да сізді біздің студияда көргенімізге өте қуаныштымыз. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіз. Рахмет. Бүгін біз сізбен ата-ана туралы әңгіме қозғағымыз келіп тұр. Жалпы баланың қазіргі жастар дейма, қазіргілер ата-анасын қабылдау жағынан проблема бар да, ата-анасымен қарым-қатынас жағынан үлкен мәселе бар. Ата-анасымен қазіргі жастар көп сөйлеспейді, алшақтап кеткен, и андай бір детский травма дейма, сондай нәрсені іштеріне сақтап алғанда. Жалпы ата-ананы қабылдау дегенді сіз қалай түсінесіз? Жалпы балаларда негізінен ата-ананы қабылдамау деген нәрсе болады ма? Бұл өте үлкен күрделі мәселе ғой. Бірінші кезекте мен айтарым, бұл бізде тарихи тұрғыдан пайда болған бір проблема дейміз бе, қазіргі әлеуметтік мәселелердің бірі болып табылады. Себебі енді біздің тарихымызды қарасақ оңай емес, соңғы 100 жылда неше түрлі оқиға болған, мықты зиялы қауымымыздан айырылып қалғанбыз, кейін соғыс болды. Сөйттік та, кейін әйелдердің былайша айтқанда мойнына өте үлкен жүк түсті. Өте үлкен жүк түсті. Олар әрі әйелдің, әрі ер адамның қызметін атқару керек болды. Үйде әрі шеше болды, әрі әке болды дегендей. Және осы кезде біздің әке-шешелеріміз негізінен 50-ші, 60-шы жылдардағылар ма, олардың өздерінің әке-шешелерінің махаббатын толық ала алмаған адамдар десек болады. Себебі махаббат беруге де мүмкін ондай көп мұрша болмаған шығар біздің ата-бабаларымызда, ата-апаларымызда. Себебі ол кезде олар күнкөріспен айналысқан, жағдай өте қиын болған, енді тарихты білетін адам түсінеді. Осындай тарихи ситуация негізінде кейін баланс бұзылған деп ойлаймын мен өзім. Яғни ата-ана мен баланың арасындағы баланс бұзылған, және ол баланстың бұзылуының салдарында қазіргі кезде бізде рөлдер бұзылған. Яғни ата-ананың рөлі мен баланың рөлі көп жағдайда ауысып жатады. Өздерінің әке-шешесінен ала алмаған махаббатты кей жағдайда ата-аналар өзінің баласынан талап ете бастады десек болады. Енді барлығы емес, әрине көпке топырақ шашпаймыз, бірақ осындай бір үрдіс проблема кішкене бар екені белгілі. Сондықтан болар қазір келін мен ене, көп ажырасу бір факторлардың бірі ретінде қарастырсақ болады. Себебі ата-анасы баласын ұясынан ұшырғысы келмейді. Осындай бір проблема туындаған. Бөлек шығарғысы келмейді. Бөлек шығарған ба, енді бұл жерде енді қазір модный сөз ғой, сепарация деп айтатын болсақ. Сепарацияны өзін біз 3 түрлі формада қараймыз. Психологиялық сепарация, эмоционалдық сепарация, және бұл жерде тағы да физический дейді, физикалық тұрғыда сепарация болу керек. Енді бізде көбінесе физическийдің өзі басталмайды, яғни физический сепарация болмағандықтан бұл жерде ата-ана мен баланың арасында белгілі бір қақтығыстар туындайды. Сепарация деген ажырау деген сияқты ма? Сепарация деген бөлініп шығу. Кіндігінің бөлінуі. Айтады ғой, кіндігі ажырамаған деп айтамыз, біз қазақта сол кіндігін жабысып қалды ма деген сол кіндігінен ажырамаған деген сөз. Сондықтан бұл қазір триггер мәселелердің бірі, және өте көп көтеріп жатқан мәселенің бірі, және де бұл жерде ешкімді біз кінәламаймыз, бұл жерде ата-ана да, бала да кінәлі емес, бірақ ересек адам ретінде бұл проблеманың шешімі әрине бар. Әркім өзінше оны шешу керек.
Және осы жерде бір қызық бір мәселе бар. Проработка дейді, мысалы, немесе көп балалардың өздері ата-аналарын өзгерткілері келеді. Оларға жаңағы өздерінің білімдерін айтқылары келеді. Жаңағы қазір енді психологиялық түрлі сабақтар көп бізде, психология жағынан дамытып жатыр балаларды, соны оқып алғандарын барады да өздерінің ата-аналарымен соны отработка жасағысы келеді. Бірақ бір қызығы ондай нәрсені жасауға болмайды, себебі әркім өзінің тарапынан ғана, өзін ғана өзгертумен, өз-өзімен жұмыс істеумен ғана айналысу керек. Және бұл жерде біз айта алмаймыз, бұл керемет бір проработка жасап, мен қазір барам да әке-шешемді өзгертем деген бұл жерде мәселе жоқ. Бұл тек қана сіздің ата-анаңызға деген ішкі қарым-қатынасыңыз ғана. Сонымен ғана жұмыс істеу керексіз. Яғни сіз ешкімді өзгерте алмайсыз. Тек қана өзіңіздің іштегі ата-анаңызға деген қарым-қатынасыңызды, оған деген көңіліңізді түзесеңіз ғана бір нәрсе болады. Және бұл белгілі бір этаптардан тұрады. Сосын жалпы баланың өмірінде 3 түрлі кезең болады ата-анасына қатысты. Алғашқы кезеңі бұл біз риясыз махаббат болады ата-анамызға. Енді туылған кезде біраз жасқа дейін болады ол. Негізі сол 14-15-ке дейін болады. Яғни біз бұл жерде ешбір кемшілігін байқамаймыз. Бізде риясыз махаббат бар, біз толық оны қабылдаймыз, және ол біз үшін құдайдай болады. Солай, мінсіз, яғни оны мінсіз деп есептейміз, және оның бір кемшілігін көрмейміз, байқамаймыз, әрине бар. Кейін біраз жасқа жеткенде бала көре бастайды. Бұл екінші кезең болып есептелінеді. Бұл кезде көрген кезде ода түрлі ата-анасына қарсылық ойлар пайда болады, жек көрініштер пайда болады. Себебі өзінің ата-анасын керемет мінсіз адам емес екенін түсінеді. Оның да қателіктері бар екенін. Осы кезде ең маңызды нәрсе ата-ана тарапынан жасау, және баланың өзінен де осы кезде жасалу керек. Жаңағы ажырасу, кіндікті ажырату деген. Себебі бұл кезде жасалмаса, бұл екінші кезеңде баланың ата-анаға деген жек көрініші ояна бастайды. Ол кемшілігін түсінеді, оның қателіктерін көре бастайды, оның басқа адамдармен қарым-қатынаста қателігін көре бастайды. Әртүрлі кемшіліктерін көрген кезде бала іштей жек көре бастайды, бірақ сол жек көргені үшін өзін өзі кінәлайды. Және осы кезде баланы негізінен ұядан ұшырып жүру керек. Енді мен 14-15 деп тұрған жоқпын, ересек жасқа толған кезде өз жолын тауып, іздеп, кейін ол қайтып келу үшін. Яғни сыйластықпен, өмірдің шын мәнінде оңай емес екенін түсініп, адам қателесетінін біліп, өзі тәжірибесінен өтіп, өзінің бойынан опытын өткізгеннен кейін, ол өзі көре алады да, сол жерден белгілі бір нәтиже, вывод, шешім қабылдайды, қорытынды жасайды. Сөйтеді да ол содан кейін айналып келіп, ата-анасына қайтадан сол жаңаша бір махаббатмен қайтып келе алады. Ересек өмірді сүріп келетін, мысалға біз 17-18 жасымызда мектепті бітіріп, бөлек басқа қалаға оқуға кетеміз. Сол кез ол процесс, ол процесс сол 17-18 жастан басталады. Және сол процесте бала тез дамиды. Бірден ересек өмірге ауыса алады. Көбінесе, жаңағы ауылдан келген балалар біз көріп жүрміз ғой, студенттер мысалы, көбінесе 100% деп айта алмаймыз. Әрине олардың әлеуметтік жағдайына да байланысты, отбасылық жағдайына да байланысты, бірақ көбінесе бала бірден өзінің өміріне жауап беретінін түсінеді, бірден жауапкершілікті алады, өзім шешім қабылдауды үйренеді. Сөйтеді де ересек өмірге ауысқан кезде ол ересектердің заңдылықтары бойынша өмір сүре бастайды, және оны үйренеді. Бірақ қала баласына бұл кішкене қиындау. Өзіммен қалада өскеннен кейін оны айта аламын. Бірге жүресіздер. Бірге жүреді негізінен, және де жаңағы бала позициясында ойнап күліп жүре бересің, себебі көп ауыртпалықты кейде көрмейсің, және шешім қабылдауда бәрібір сүйенетін боласың. Қиында осындай қиыншылығы бар. Кейін өз отбасыңды құрған кезде де көп жағдайда шешім қабылдау қиын болады. Яғни осы жерде бір қызық осындай тенденция бар. Сосын кейін қарап отырсақ, жаңағы мысалы ауылдан келген немесе ата-анасы алыстау, бұл енді физически сепарация өткен адамдар, олар тез қарқынды дамиды да, тез, олардың себебі уақыттары жоқ, күнкөрісі бар деген сияқты. Ал
қала балалары кішкене баяулап қалады. Бірақ ол міндетті емес. Кейбір жаңағы саналы түрде бәрін түсінетін ата-аналар, олар керісінше тез өсуіне көмектесу мүмкін. Мысалы, білім алғанда да қолдап, қолпаштап деген сияқты. Осы жағы да бар. Сол үшін мындай бәрі шартты ғой, біз айта алмаймыз дәл осындай болу керек деген. Бірақ осындай фактордың бары анық. Яғни физически екеуі ажыраған кезде бала дамиды, иә? Физически ажыраған балаларды да білемін мен, бірақ оларда басқа екі ажырау болмаған, яғни психологиялық тұрғыдан ажырамаған. Ол да өте қиын. Бәрібір де ол физически ажырағанмен өзі шешім қабылдалмайды, өзі жаңағы мойнына ештеме ала алмайды, жауапкершілік ала алмайды. Оның да өзіндік түрлі себептері бар. Оны бір жақты айта беруге болмайды, иә. Сондықтан бұл мәселе осындай бір қазір қызық мәселелердің бірі, және қазір жаппай байқасақ, жаппай адамдар маған да келіп жатқан, иә, оқушыларым, клиенттерім, олар да жаппай осы проработкамен айналысып жатады. Және де өздерінің қателіктерін түсінеді, иә. 40 жастағы адамдар бар, 45 жастағы адамдар бар. Әлі күнге дейін жаңағы сепарация болмаған, ата-анасына деген реніш бар. Бұл дұрыс емес. Себебі бәрібір ата-ана деген біз бала үшін ол бірінші құдай сияқты болады бәрібір де. Қандай болғанмен біз оларды өзгерте алмаймыз, бізде тек қабылдау ғана бар, болды. Я, және біз бала ретінде ата-анамызды өзіміз таңдап аламыз. Яғни белгілі бір программаларды жүзеге асыру үшін, орындау үшін, себеп біз белгілі бір өзіміздің осы өмірге келген белгілі бір қызметтерімізді атқару үшін. Егер де ата-анаңыз сіздің өте қиын халде болса, немесе сізге деген қарым-қатынас жаман болса, немесе олардың өзара қарым-қатынасы қиын болса, иә, сіз немесе керемет бір семьяға түссеңіз, ата-анаңыздың түсінігі мол болса, иә, қай кезде де біз оны белгілі бір өзіміздің миссиямызды орындау үшін таңдап аламыз деген сөз. Яғни біз ол жерде өзіміз не істегіміз келмейді, не істеу бізге қиын, иә, родовая система дейді, сол жерде мысалы, маған не істеу қиын, мысалы, жоқ деп айту қиын, иә, өзімнің позициямды кейде сақтап қалу қиын, иә, яғни мен соны керісінше істеу керекпін. Бұл жерде заңсыз ештемені айтып тұрған жоқ, біз адамның өзінің психологиялық тұрғысынан біз не істегіміз келмейді, соны істеу үшін жігер тауып, күш тауып істеуіміз керек. Мысалы, болады ғой, мынандай неблагополучный әлеуметтік жағдайы нашар, иә, семьялар. Ол жерде де бала, яғни сондай семьядан жарып шығып, иә, үлкен жетістікке жете алады. Сондай потенциалмен ол келіп отыр. Яғни ол жер одан шығып жарып шығу қиын, оған түрлі қабілет керек, білім керек, мынандай табандылық керек, соның барлығын ол ұстап, сондай семьядан жарып шығу керек. Сонда мен түсінгені бойынша мынандай болып тұр да, ол мысалға жағдайы төмен отбасыдан шыққан болса, именно сол нәрсені түсініп, соны дұрыстау керек екенін түсініп, былай қарағанда опыт жинап дейді ғой. Иә. Опыт, оған уже тәжірибе болды да, ол нәрсені көріп тастады. И сондай болмау үшін, и оған керісінше жақсы өмір сүру үшін ұмтылады да, иә, соған. Сондай нәрсе. Тура сол сияқты ата-анасы мысалы екеуінің қарым-қатынасы дұрыс емес. Ол оны көріп өсті, ол бала. Оны түсінді, қалай балалары қалай ол жерде өмір сүретінін түсінді, қалай бала шағасына қандай қиын болатынын түсінді да. И ол оны түсінеді, потом басқа система құрады өзі, иә? Дұрыс, яғни ол сол системаны бұзуға келіп тұр. Сол программаны бұзып, ол өзінің жаңаша әдемі өмірін құру керек. Яғни сол үшін оның барлығы беріледі. Бұл да сынақтың бір түрі ғой, былайша айтқанда, сол үшін беріледі, және соны біз, яғни мен не істегім келмейді, маған не істеу ауыр, ең ауыр қадамдар қандай? Мен соны керісінше адам барып, сол проблеманы шешу керек. Бетпе-бет келіп, барып соны орындау керек. Ол кез келген өмірдің жағдайына байланысты, ата-анаға емес, жалпы, иә. Маған не істеу қиын, мен соған барам. Яғни соны істеу арқылы мен тәжірибе алам, және белгілі бір нәрселер жеңем сол жерде, табандылық керек. Екі нәрсе бар сияқты, екі таңдау жасайтын сияқты да, бала біреуі көргенін істейді дейді, біреуі керісінше оны тәжірибе деп қабылдап өзгертуге тырысады. Иә.
ол жерде де балада таңдау болады, иә? Иә. Қалай таңдайтын. Келесі сұрақ мендегі, жалпы көп адамдар, көп жастардың негізінен біреуінің әкесімен қарым-қатынасы дұрыс емес, біреуінің анасымен қарым-қатынасы дұрыс емес. Ол бүйтіп өміріне әсер ете ма, немесе былай ешқандай қатысы жоқ па? Бұл негізгі базовый дейді ғой, орысша айтқанда. Базовый біздің өмірде жалпы әрекет етуімізде, тіршілік етуіміздегі негізгі факторлар. Біздің әке-шешемізбен қарым-қатынасымыз. Егер менің анаммен қарым-қатынасым нашар болса, онда мен өзіммен қарым-қатынас нашар. Өзімді қабылдауым нашар. Егер мен әкеммен қарым-қатынасым нашар болса, онда мен өзімді көрсете алмаймын қоғамда. Яғни мен бұл жерде қоғаммен қарым-қатынас нашар. Мен ұялам, жаңағы бір жерге барып өзімді көрсете алмаймын. Белгілі бір нәрселер істеуге қорқам, Себебі әке деген мысалы рух. Әке бізге рух беретін адам. Дух береді. Рух береді, орысша айтқанда дух береді, күш береді ол бізге. Рухани күштің негізгі бөлігі бізге әкеден келеді. Өздеріңіз байқайсыздар ғой, енді мынандай ерке бір қыздар болады ғой, әкесінің қыздары, олардың рухтары мықты болады. Жігіттерде де дәл солай, қорықпайды ешкімнен. Сондықтан әке бізге рух береді. Осыны түсіну керек, Ал анамыз бізге өз-өзіме деген қарым-қатынас, өзімді қаншалықты жақсы көрем, сондай жаққа жауап береді. Яғни бұл біздің ішкі әлеміміз, бұл әке-шешесі бар адамдарға да қатысты, жоқ адамдарға қатысты. Яғни олардың бар жоғы физически тело ретінде бізге ол екінші мәселе да. Ол ең маңыздысы біздің санамызда, немесе бейсаналы түрде ішімізде бар соларға қатысты біздің өзіміздің ой пікіріміз, қатынасымыздың негізінде туады. Егер де мен реніш болса анама, онда мен өзім басымда түрлі проблемалар болуы мүмкін. Яғни бұл жерде родовая система, ол да бір жүйелердің бір түрі. Сол системаның бұзылғанын біз бірден байқаймыз. Және ол да белгілі бір программа ретінде беріледі, онда біз өзімізше сол программамен жұмыс істеп алып тастау керекпіз. Мысалы, әкесі бар болсын, жоқ болсын, бірақ оның ойындағы әкесінің образы болып тұр ғой, бұл жердегі маңызды нәрсе. Мен бір жас блогерді білемін, әкесі жоқ, бірақ өзі қоғамда өзін күшті ұстайды, өзін күшті көрсетеді, блогер болып тұр. Енді андай болып тұр ғой. Істеп жатқан жұмыстары да андай бір күшті да, өнімді да. Бірақ ол иногда папасы туралы айтқан кезде папасының образын айтады да. Папасы кішкентай кезінде қайтыс болып кеткен, бірақ өзінің миында әкесінің бейнесі андай бір биік болып қалып кеткен да. Әкем сондай күшті адам болған еді деген сияқты. Бұл жерде әкеңнің бар жоғы маңызды емес. Бар болса жақсы. Бірақ әкенің сенің миыңдағы образ маңызды болып тұр ғой. Сенің қалай қабылдағаның маңызды болып тұр. Сен қалай қабылдағаның және соның бейнесі, іштегі және соған деген қатынасың, сол маңызды. Сол себебі бұл жерде де сол арқылы энергия аламыз. Бірақ негізінен первично дейді ғой, бірінші біздің ата-анамыз ол жер мен аспан. Жер мен аспан, яғни жер ана деген, бізде мифологияға барсаңыздар, қазақ мифологиясында жер ана, аспан ата деген ұғым бар. Яғни жер біздің алғашқы анамыз ретінде, барлық үшін ана. Яғни жерден өсіп өнеді, туады, жерден барлық нәрсе, топырақтан жаралғанбыз деп айтамыз біз өзімізді. Екінші ол аспан ата, мифологиялық тұрғыдан айтады болсақ, аспан ол рух береді, күш береді жерге, немесе жаңағы күн сәулесі түседі жерге, сол арқылы. Яғни екеуінің симбиозынан туады ғой барлық нәрсе, екеуін қосылғаннан туындайды. Сондықтан ата-анасы жоқ балалар бар ғой, мысалы, тіпті танымайтын балалар бар, олар түсіну керек, олардың ата-аналары бар. Ол ең алғашқы ата-аналары жер мен аспан ретінде қабылдаса болады. Және күш пен рух беретін осы екі субстанция болады, негізгі. Осындай. Және бұл адам негізі соны түсінсе, енді бар ғой бәрі адамдар, әкесін көрмеген немесе шешесін танымайтын адамдар бар. Солар өмір сүрген жеңілдірек болады оларға. Ата-анасы ретінде сол екі субстанцияны түсінсе. Себебі алғашқы субстанция бәрі сол екі нәрсе болады. Мысалға, кішкентай
қыздар негізінен кішкентай кезінде әкесіне жақын болып өседі, өскен соң ал бәрібір алыстап кетеді да. Ал кей кезде керісінше көбісі негізінен ұл балалар анасына жақын болады деп айтады, иә. Оның бір себебі бар ма, или бір несі бар ма деген сияқты сұрақ. Әртүрлі ғой ол, әртүрлі. Барлық қыздар әкесіне жақын бола бермейді, ол бәрі отбасыға байланысты. Бірақ негізінен әрине солай болғанда жақсы. Солай болғанда жақсы. Бірақ мына жерде бір қызық нәрсе бар. Кейде тұрмыс құрған кезде қыздар әкесінің образын идеально қылып жібереді ғой. Сол әкесінің образын ол талап етеді. Я өзін жарынан талап етеді, жолдасынан. Бірақ осы кезде талап еткен кезде біраз мәселе туындауы мүмкін. Себебі ол өзінің әкесіне ешқашан бола алмайды. Бірақ осы кезде талап ету мүмкін, менің әкемдей бол деп. Бұл жерде сепарация болмағандығын анықтауға болады. Яғни қыз егер әкесімен сепарация жасамаса, онда ол өзінің күйеуінен әкесіндей болуды талап етеді. Бірақ күйеу ол тіпті басқа адам, шарт қояды. Оны басқаша қабылдау керек. Ол жерде басқа энергиялар, басқа қызметтер, әрине бар, жаңағы қамқорлық, қорғау деген сияқты қызметтер бар, бірақ дегенмен ол басқа. Сондықтан осы жерде кейде сепарация жасалмаған кезде және қыздар соны талап ете бастаған кезде кейін ажырасу факт болуы мүмкін. Сол үшін. Яғни ол ешқашан қанағаттанбайды оның әрекетіне. Әкесі ол үшін идеальный. Әкесі кез келген оның несіне көне береді. Барлық жаңағы каприздарын, еркелігін көтереді. Соның барлығын істейді, көз жұма салады қателіктеріне. Бірақ отбасылық өмірде олай бола бермейді ғой. Сондықтан осы жерде конфликт интересов туады, қақтығыс болады. Жалпы әке-мен қарым-қатынасы жақсы баланың қоғамда өзін өзі ұстауы, қоғамда өзін өзі көрсетуі жақсы болады дедіңіз, иә. Ал анасымен қарым-қатынасы дұрыс болса, балада қандай бір артықшылықтары болады деген сияқты сұрақ. Ананың негізгі қызметі баланы жақсы көру, оған махаббатты үйрету. Яғни махаббатты қалай үйретеді? Махаббатты өзі сүю, махаббат беру арқылы ғана үйрете алады. Яғни махаббатты көрсету, балаға көп жаңағы талап, претензия қоймай, шын мәнінде оны сүйіп, аймалап, сөйтсе, махаббатты көрсете алса, және бала махаббаттың не екенін түсінсе, аналық махаббаттың ол өзіне деген махаббат туындайды. Бірақ бұл да бір мынандай тонкий грань бар дейді ғой. Бұл жерде тым көп махаббат беріп тастау алмайды. Махаббат деген не екенін бірінші түсініп алу керек. Кейбіреулер махаббат деп еркелікті жаңағы шатастырады. Махаббат деп мен оған бәрін беру керекпін деп ойлайды. Махаббат деген ол көп нәрсені қамтиды. Менің ойымша. Мен ойлаймын, махаббат деген балаға талап қоя алу. Қиын болған кезде қолдап, қателескен кезде, бірақ дұрыстап түсіндіріп, барлық кезде шама келгенше агрессивті форманы қолданбай, адекватты түрде сөйлесу арқылы, барлығын сөйлесу арқылы, түсіндіру арқылы. Себебі бала кей жағдайда түсінбей өзі білмегендіктен істеп қояды ғой. Яғни оған шама келгенше ана әсіресе агрессияны көрсетпеу керек, Әкеде біз білеміз, агрессиялық энергия бар, және ол болу керек, себебі әке деген ол күш, бірінші кезекте. Осы кезде мен өзім ана ретінде мен әкеңнен сұраймын. Бірінші әкең рұқсат берсін, әкең осындай талап қойды істе деген сияқты нәрселерді айтам. Яғни әкесін. Яғни сондай бір талап, қатты бір айту керек жерлерін барлығын мен әкесіне айтқызбасам да өзім соның атынан сөйлеймін, сол арқылы айтып отырам. Әкесінің атынан сөйлеймін. Біріншіден оның мен күштілігін көрсетем, әке ретіндегі рөлін бірінші орында тұратын көрсетем. Екіншіден мен өзім ана ретінде бәрібір жұмсақтығымды көрсетем. Кейін ол сол арқылы өзіне деген қарым-қатынасы туындайды және махаббат түсінеді. Бірақ кейбір аналар махаббат деп нені шатастырады, қамқорлықты шатастырады. Ойлайды, мен алам, қамқорлықты берім, не берім, киімі түгел,
тамағы бар, жаңағы сабағы оқулы, сондай нәрселерді орындайды да, бірақ махаббаттың өзіне жетпейді. Яғни белгілі бір материалдық дүниелерді береді, базовый потребность дейді, солардың бәрін қамтамасыз етеді, қажеттіліктерін, бірақ махаббаттың өзіне бара бермейді. Махаббат деген ол сыйластық, жұмсақтық, сөйлесу, уақыт бөлу, түсіну, онымен бір нәрсе істеу, ойнау, бір отырып бір әңгіме айту, достарын шақырып достарымен, ол әртүрлі жағынан қарастыру керек қой махаббат дегенді. Сонда махаббат деген ол оңай емес, үлкен жұмыс, соны көрсету керек. Бірақ оның ішінде барлығында баланың еңсесін көтеріп тұратын және баланың өзіне деген сенімділігін, самооценкасын былайша айтқанда, соны көрсететін, оның барлығы махаббатпен жасау оңай емес, себебі әйелдің өзінде күш болмаса оны істеуге, энергия болмаса, шама болмаса, онда ол баласына да ешкімге де махаббатын бере алмайды. Сол үшін әр әйелдің негізгі қызметі өзінің энергиясымен, бойындағы күшімен, сонымен жұмыс істеу керек әйел. Бізде бірақ қоғамда әйелдердің көбі ауыр жұмыс істейді, біз оны білеміз, және отбасыға келгенде уже мүмкіндік болмай қалады. Энергиясы жоқ. Бірақ негізгі базовый, әрине бірінші кезекте әйелдің негізгі табиғи қызметі, немесе Құдайдың берген қызметі, әйелге, ол жақсы отбасы құрып, жақсы бала тәрбиелеу, яғни отбасыда. Кейін өз-өзімен айналысып, осыны бітіргеннен кейін өзімен айналысу, карьера жасау, барлығы жүру керек әрине. Бірақ бірінші кезекте сол тұру керек. Әрине онда идеальны бола бермейді, бірақ дегенмен ол болашақ ұрпаққа және қоғамның сапалы өсуіне тікелей әсер етеді. Неге бала агрессивті болуы мүмкін? Ананың махаббатын көрмеді, немесе ана тым қатал болды. Тым қатал ана болса, ол жерде де ұлдар агрессивті болып өседі, ал қатал анадан қыздардың өз-өзіне сенімділігі болмайды. Қорқақ болып қалады, өз-өзіне сенімділігі болмайды, өзін қайта-қайта түсіретін болады көпшіліктің алдында. Сол үшін бұл жерде біз гендерлік ерекшелікті міндетті түрде айту керекпіз. Бала тәрбиесінде де ерекшелік бар, жалпы отбасыда да ерекшелік бар. Бәрінің біз әртүрлі болғандықтан, бәрібір әйел мен еркек адам олар әртүрлі. Бәр жерде әртүрлі. Одан кейін гендерлік жағын ескеру керек деген кезде қазақта андай бар ғой. Баланы құнды көреді да, бірінші орынға қойып қояды. Бірінші балам жесін. Олды ма? Олды, ұл баланы. Бірінші осы балам жесін деп қыздарын кейінге шегеретін сияқты да. Бұл туралы не айтатын едіңіз? Бұл да тарихи тұрғыдан келіп тұрған мәселе ғой, себебі айттық қой, зиялы қауымнан айырылып қалдық, соғыста біз еркектерден айырылып қалдық, сосын қорқыныш қалған. Сосын ер адамды бүйтіп қатты көтеретін болып кеткен. Және ұлдың енді еркектің несі өскен, еркекке деген потребность дейді ғой, қатты өскен. Сондықтан ұлдарды қатты көтермелейді, бірақ негізінен табиғи тұрғыдан қарасақ, бәрі керісінше болу керек. Яғни ұлдар дефицитте өсу керек, олар үнемі іздеу жолында, табу жолында, үйге алып келу, аңшылық, былайша айтқанда. Қызды жоқшылық құртады, ұлды тоқшылық құртады. Қызды жоқшылық құртады, ұлды тоқшылық құртады. Сол сияқты қыздарда керісінше болу керек. Яғни қыз сана тұрғысында, білім жағынан, бала тәрбиесіне мән беру үшін және рухани өсу үшін оның жағдай жасау керек, материалдық жағдай жасау керек. Яғни оған тоқшылық керек. Тоқшылықта қыз дамиды. Себебі әйел затында жалпы еріншектік деген болмайды. Ол тоқшылықта дамиды, ізденеді, көреді. Осының барлығы жасау керек. Сондықтан бала тәрбиесіне келгенде ұлды алғи да бір дефицит болу керек. Мен алдың күні айтып келді. Ұлыма біз мектепке барады, частный мектепке, жеке меншік. Ол жерде тамағы бәрі бар оның. Біз оған ақша бермейміз былай. Артық ақша бермейміз, себебі тамағын беріледі, сөйтіп демалыс күндері барып темір жинапты достармен. Өзі айтып келді, біз темір жинадық, бірақ өткізе алмадық дейді. Өткізе алмадық, ересек адаммен барып өткізу кереккен дейді. Қайдан жинады десек, әр жерден жүріп іздедік. Сонда жағдайы жаман емес, жақсы, бірақ
жоқшылық, көрдіңіз бе? Не Уже істейді? оны әрекет Ол, етуіне жоқшылықта итермелейді. ол әрекет етеді, еңбектенуге үйренеді, оны қайдан табам дейді, ми жұмыс істей бастайды, уже аналитическое мышление, өзі анализ жасайды, өздері талдайды. Яғни осы өте маңызды. А қызға керісінше тоқшылықты беріп қойған кезде ол шығармашылық жағынан дамиды, білім алады, рухани жағынан дамиды. А ол не үшін қызға керек? Ол ертең өзінің бала шағасын қиналмай дамытып, әдемі ұрпақ өсіру үшін керек. Бәрібір негізгі қызметі әйелдің сол, бәрібір сол. Не дегенмен, сол үшін 21 ғасырдың әйелі, еркегі де икемделу керек қазіргі заманға, бірақ табиғаттың заңын сақтап отырып икемделу керек барынша. Көп жауапкершілікті бәрібір жігіттер, ұлдар алу керек. Жауапкершіліктің көбін орын ауысып кеткен шынымен біздің қоғамда. Орын ауысқандықтан түрлі бізде проблемалар, ажырасулар көп. Және жалпы бала тәрбиесіне ол барлығына қатысты ғой. Негізі қазіргі кезде, қазіргі қоғамда ата-ана мен баланың рөлдері ауысып кеткен да. Мысалы, папасы жұмыс істемейтін семьялар көп та. Орнына бала шағасы немесе қыздары мамасын асырап кетеді, үйінің бүкіл жағдайын жасайды, үйінде той бола ма, бүкіл шығын бола ма, сол баласының мойнына артылып кетеді да бәрі. Баласының болсын, қызының болсын, үйінде жауапкершілікті бала шағасы алып кетеді. Бұл туралы не айтатын едіңіз? Бұл біріншіден мынаның белгісі. Егерде бала ретінде, бұл жерде екі тарапында қателігі бар. Бала ретінде, егерде мен бәрін мойныма алып кетсем, әке-шешемді асырап кетсем, олардың жағдайын жасасам, ақшаны алып кеп берсем, бала ретінде менің айтып отырған мынандай сөзім бар деген сөз. Яғни сен әлсізсің, сенің күшің жоқ, және сен мына өмірде өмір сүруге күшің жоқ, энергияң жоқ, сен өте әлсіреп қалдың, өзің өмір сүре алмайсың, өзің өмір сүре алмайсың деген сияқты ол жерде мынандай прагматикасы бар, контексті бар. Соны білу керек. Кез келген әке-шешесіне қатты қамқорлық жасап кеткен бала, мен айтпаймын қамқорлық жасамасын деп, бірақ белгілі бір жасқа келгенде ол да белгілі ата-аналар өздері қатты қартайған кезде, яғни өз-өзіне қамқорлық жасап тіршілік ету қызметі бұзылған кезде, жұмыс істей алмайтындай жасқа жеткен кезде, жұмыс істей алмайтындай немесе тамақтана алмайтындай жасқа келеді ғой, қатты қартайған кезде, әрине біз қасынан табыламыз, біз қамқорлығымыз көрсетеміз, біз бірге боламыз бала ретінде. Бірақ 50 жастағы, кәдімде 60 жастағы ата-аналар бар, әлде өздері жұмыс істей алады, барлығын істей алады, бірақ балалары жұмыстан шыға берме, сен асырайым деп айтады, немесе өздері келеді, бәрін бере бастайды, ата-ана ала бастайды. Ол кезде баланың айтып отырғаны, сен өте әлсізсің, сен өз-өзіңді қарай күте алмайсың, өзіңді баға алмайсың, мен сен бағам деген сөз. Осы кезде шынымен де ол энергия тұрғысынан айтқан кезде ата-анасын әлсіреп жүреді. Және ата-анасы ақырындап әлсірей бастайды, және оның денсаулығы кете бастайды. Сондықтан бұл бұлайша оңай көрінгенмен сырт көзге бұл өте мынандай ауыр процестердің бірі. Себебі егерде мысалы жапондық қариялар бар ғой, 110-120 жыл жасайтын, 105 жыл жасайтын, сорт қарасаңыздар, олар соңғы күніне дейін олар жұмыс істейді. Олар кәдімгідей принцип тұрғысынан сен маған көмектеспе, мен өз нанымды өзім табам. Оларға барып біреу қамқорлық жасаса, олар алмайды, шамасы келгенше алмайды, ешкімнен көмек өздері жасайды. Олар тыпырлап жүріп, еңбектеніп, оларда ешқандай мынандай секрет жоқ, секрет алголетия сұрайды ғой, айтады. Мен аздап денемді шынықтырам, күнде мен жұмыс істеймін, тірлігім бар, менің жаңағы бақшам бар, мен бақшада жұмыс істеймін, және мен дұрыс тамақтанам. Мен өмір сүргім келеді, олар ойнайды, күледі, қонаққа барады, жүреді, тұрса, кәдімдей біз ата-анамызды алдын ала қартайтпау керекпіз. Біздің проблема, біз қартаймай жатып, оларды қарттардың тізіміне қосып қоямыз, бірақ қарап отырсақ, қазір адамның жасы ұлғайып жатыр, өмір сүру жасы, по факту ұлғайып жатыр. Сондықтан ата-анамызға біз қамқорлық жасаймыз, тіпті олар жүре алмай қалған кезде, қиналған кезде біз қамқорлық, қалған кезде жоқ. Керісінше біз оларға
шама келгенше барынша кішкентай болып бала болып қалу керекпіз. Яғни менің әке шешем 70-80-ге келе ма, ол кезде мен қаншада боламын мысалы, иә? Сол кезде мен оған балаша қарау керекпін. Иә, айтады ғой, анау бізде ән бар емес пе? Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Сол шынымен солай ғой. Яғни егер де мен әке шешеме келіп бәрін бере бастасам, мен оларды қартайтып жатырмын алдын ала. Екіншіден, әке шешеге ешқашанда біз әке шешенің алдында парызымызды өте алмаймыз. Ешқашан біз оларға өте алмаймыз, біз өмірбақи қарыздар болып кетеміз. Біз ешқашан ол қарызымызды жаба алмаймыз, себебі бір ғана себеп, олар өмір сыйлады, болды. Оларға біз қарызды қайтару үшін біз оларға өмір сыйлау керекпіз. Бірақ ол мүмкін емес процесс, иә, иерархия тұрғысынан қарағанда ол мүмкін емес. Сондықтан әке шешенің бақытты, бай және ең бастысы денсаулығы мықты болсын деп ойласақ, тілесек, өзіңіз кішкентай бала болып жүріңіздер. Барыңыз, еркелейіңіз, айтыңыз, мен бүгін басым ауырып тұр, мен қатты шаршап тұрмын, мама, маған шай берші, тамағыңды берші. Мен мысалы жолдасымен барып тұрамын ғой, енемнің үйіне. Сол кезде жатады ол. Кәдімгідей бір күн жатады. Мамасы жақсы көретін тамағын пісіріп береді, еркелетеді. Шынымен солай, сонда көресің, сүйсінесің ананы көріп. Мен ұрсам қайта, сен не жатырсың деп, мен ұрсам оған барып бір нәрсе істе деп. Сосын әбден демалып алғаннан кейін барып бір еркекше бір нәрселерін, қызметтерін істейді. Бірақ өзінің рөлінде. Және ол өте жақсы, керемет. Себебі егер де әке шешеңіздің санасы да, денсаулығы да, миы да сау болып, барынша ұзақ өмір сүрсін десеңіз, оны алдын ала қартайтпаңыздар. Мен қуанам әке шешем жұмыс істейтініне. Әлі күнге дейін олар екеуі де зейнетке шыққан, бірақ екеуі де жұмыс істейді. Және қуанам. Кейде айтады, осы шаршадым, жұмыстан шығып кетейін бе? Жоқ, шықпа, істей бер деп айтам. Неге? Себебі жұмыс істеу арқылы оның миы жұмыс істейді, шаршамайды ол, иә? Басқа нәрсені ойлайды. Жұмыс істемейтін адам не істейді? Зорығып кетеді үйде. Иә, ол мидың қызметі төмендейді. Просто физиологиялық тұрғыдан қарасақ та көп нәрсе құрай бастайды. Сосын әке шешеге барып көп ақшаны беруге болмайды. Барып мен саған ай сайын мынанша ақша беріп тұрмын деуге де болмайды. Шамасы келгенше өздері табу керек. Сонда не істейсіз? Мен сол арқылы мен олардан ештеме қызғанбаймын, бірақ сол арқылы мен айтып тұрған мынандай сөзім бар деген сөз. Сен соншалықты мықтысың, осынша жасқа келгенде де сен бәрін әлі істей аласың, әлі де күшті ақша таба аласың, сен әлі де көп өмір сүресің, және сен денсаулығың соған жетіп тұр деген сөз. Болды. Бәрін орнын ауыстыруға болмайды, бірақ бар ондай үрдіс. Өкінішке орай көп жағдайда біз байқаймыз әке шешесіне жоғарылап кеткен. Оны біз айтамыз жоғары позицияда Құдайдың рөліне кіріп кету деп айтамыз. Және ол жерде түгел энергияның айналымы бұзылады, энергияның балансы бұзылады. Олар өзінің ата-бабаларынан күш ала алмай қалады. Иә? Біз мысалы әке шешемізден күш аламыз ғой, сол сияқты олар да күш алады. Өзінің ата-бабаларынан, аруақтардан деп айтамыз, рухынан айырылады. Яғни сіз әке шешеңіздің рөліне кіріп кеттіңіз бе, оған кәдімгідей жүріп тұратын әке шешеңізді асырап кеттіңіз бе, қамқорлық жасап кеттіңіз бе, онда сіз оны рухтан айырып жатсыз. Болды. Рухынан айырып жатсыз. Ол өзі вообще істемейтін болса, мысалға, істейтін ойы да жоқ болса, амал жоқ баласы істейтін сияқты. Ондай адам болмайды, істемейді. Тіршілік үшін адам бәрін істейді. Ол неге істемейді? Ол істемейді, себебі бала немесе ол екеуі біреуі орнына ауысып кеткен. Сол үшін істемейді, болды. Әркім өзінің орнында жүрсе, әркім өзінің қызметін істеп жүре береді. Еш проблема жоқ ол жерде. Яғни баласы өзі мүмкін өзі келіп мойнына алған. Процессе жаймен болатын сияқты ол да. Бірден болмайды. Бірден болмайды. Ол процесті бастаған кезде бірден қарсылық пайда болады. Екі арада, яғни біреуі саналы түрде істейді ғой, негізінен орындарын қойған кезде біреуі саналы түрде бастайды оны. Саналы түрде позицияны ауыстырған кезде екінші тарап әлі түсінбеген оны бірден қарсыласады. Және ол қатты қарсыласады. Және соған дайын болу керек адам. Қарсыласатына дайын болу керек, күреседі. Ол нормальный процесс ол.
қазір андай да, әркімде әртүрлі ғой жағдай. Біреуі мысалға бір студентті көрдім да, папасымен сөйлесіп отыр да, папасы қай концертке билет аласың деп не істеп отыр да, бүкіл жағдайын жасап, оқуына ақшасын төлеп, ақшаң бар ма деп бәрін қадағалап, кәдімгі әкелік қамқорлығын көрсетіп отыр да қызына. Екінші біреуі мамасымен сөйлескен кезде тек қана үйінің проблемасын естиді да. Үйде мынандай проблема болып жатыр, папаң үйтті, папаң бүйтті деген сияқты ше. Негізінен өзін салыстыратын болса, ана адам стресске түседі ғой. Оны қабылдау керек па, білмеймін, ата-ананы өзгерте ала ма, өзгерте алмай ма деген сияқты. Жоқ, ата-ананы өзгерте алмайды, ол бірақ айту керек. Сен де менің шешемсің, ол менің әкем. Қандай болғанмен бала ретінде ол өзгерте алмайды ғой әке-шешесін. Маған оны айтпашы, ол әңгіме деу керек болды. Яғни бізде болмайды мынандай қыз бен шешенің арасында подружка деген болмау керек. Яғни шешенің күші көп бәрібір, және ол өзінің қызына құрбысы ретінде проблемаларын айта бастағанда қыз қатты қиналады. Қыз қиналады. Себебі ол шешесінің проблемасын көтере алмайды. Себебі анасы күшті болғандықтан шешесінің проблемасын көтере алмайды, ол қалыпты жағдай. Сол үшін қызымен құрбысы сияқты сөйлесудің қажеті жоқ. Яғни проблема айтатын, проблемасын әйел адам барып күйеуіне айтады, не болмаса өзінің бір ұстазына айтады, үлкендеу бір тұрған адамға айту керек проблеманы. Негізінен біз проблемамызды өзіміздің күйеуімізге айту керекпіз иерархия бойынша. Сол кезде бірден біз стресстен арыламыз, әйелдер ол стрессті қабылдап көтере алатын еркектер. Яғни кез келген еркек стресс арқылы стрессті көтере алады, және ол сол кезде дамиды, ол проблеманы шешеді. Сол үшін проблеманы шешетін адамға айту керек. Ал әкесін жамандай берген бұл екі жақтан да қиын, яғни бала үшін ол біріншіден өзінің анасы туралы оның көзқарасы өзгереді, анасына деген. Енді аяушылық сезім болады. Аяушылық арқылы ол ондай қыз бақытты болмайды. Яғни өзінің анасын аяйтын қыз мынандай программа жұмыс ету жерде айтады: менің анам бақытты емес, демек мен де бақытты бола алмаймын. Сөйтеді да бірден біз айттық қой, біздің ақиқат өміріміз, реальность біздің ішкі өміріміздің айнасы. Яғни мен егер анам бақытты емес, мен де бақытты болуға лайықты емеспін десем, онда менің өмірімде неше түрлі нәрсе пайда бола бастайды. Бір өзіме ұнамайтын, бір онша жақсы емес бір жігітке кездесем, немесе жұмыста проблема басталады. Барлық нәрсе сенің бақытты болмауыңа тура сондай нәрселер өміріңде пайда бола бастайды. Яғни мынау поле дейді ғой, пространство, кеңістік бізге сондай проблемалар жібере бастайды. Сол үшін біріншіден осы, екіншіден өзінің жаңағы күйеуін, яғни қызының әкесін қызына айта берсе, онда ол біріншіден ер адамдарға деген қарым-қатынасы оның өте нашар болады, барлығы жаман болып көрінеді. Екіншіден шынымен сондай біреуді кездестіреді ол ертең, және үшіншіден ол ақша таба алмайды. Үлкен ақша байлыққа жете алмай қалады. Өйткені өзіне позволить ете алмайды. Сосын рух болмайды, ол рухынан айырып жатыр деген сөз. Сол үшін кез келген ана өзінің әкесін шамасы келгенше кемшіліктерін жасырып, артықшылықтарын артық көрсету керек. Сол кезде баланың ата-ана туралы көзқарасы, өмір туралы көзқарасы және оның қоғамда қызмет етіп жауапкершілік алуы барлығы осыдан шығады. Сол үшін біз айтамыз, отан отбасыдан басталады деп айтамыз. Мектеп мұғалімдері, бізді университетте сабақ бергенде байқаймыз, қай бала бір проблемасы болса, бірден біз айтамыз. Біз оның себебі бейсаналы түрде сеземіз. Мынаның отбасына бір нәрсе дұрыс емес, немесе әке-шешесі жаман ғой деймін. Баладан көрініп тұрады, әлеуметтік жағдайы нашар ғой деймін. Әкесі мынандай ма екен, шешесі мынандай ма екен. Сосын кейін мысалы делосын несін қараған кезде түсінікті болады. Неге ол бала өзін солай ұстайды, неге оқуға дұрыс қарамайды, немесе неге тым қатты мысалы оқуды ғана ойлайды, мысалы әр балаға мысалы уайымдайды бағасына деген сияқты. Барлық отбасыдан шығады себебі. Бұл базовый нәрсе. Сол үшін проработка дейді ғой, енді проработка емес, бала
ересек кезінде біз қазір балаға оны істеу өте қиын, бірақ ересек болған кезде біз ата-анамызға деген қарым-қатынасымызды түзеп, қалай да болғанда оларды қабылдау керекпіз. Сол кезде көп проблема өз-өзімен шешіледі. Өзін әлі өмірден таппаған, енді былай ата-анасынан бөлініп шыққан балалар сол үйдің проблемасын ғана ойлап кетеді да. Өзі бүйтіп дамуға уақыт таппай қалады, жұмыс істеуге көп уақыт кетіп қалады, асырау керекпін, мамама көмектесу керекпін деген нәрселермен жүріп қалады да. Ол кейін оның дамуына, бір жұмыста, карьерасында өсуіне кедергі болатын сияқты. Немесе керісінше кедергі болмай ма? Бұл жерде де гендерлік ерекшелік қой, егер ұл бала болса, істесе болады, барын салып, үйренеді, отбасыдағы проблеманы шеше алады, көмектеседі деген сияқты, ол болады, бұл көбінесе жаңағы әкесі жоқ болса, немесе әйтеуір түрлі бір жағдай болса, ер адам болмаса, ол балалар алады ғой мойнына дегенмен де. Енді қыздар шама келгенше, қыздарға керісінше сол тоқшылық беру керек, тоқшылық беріп, шама келгенше қыздарды қолдап, қолпаштап, қорғап, және олардың жаңағы рухани дамуына, білім алуына көп көмектесіп солай істеу керек. Бірақ егер де басқа мүмкіндік болмаса, еш қиналудың қажет жоқ. Белгілі бір дағды, навыктарды қабылдап жатырмын деп үйрену керек. Болды, ештеме етпейді. Ондай да болады өмірде. Мен белгілі бір дағды алып жатырмын. Өмірден үйреніп жатырмын, тәжірибе алып жатырмын. Мамасы мен қызы подруга болмау керек дедіңіз ғой? Иә. Ондай проблемаларын айтпау керек. Үлкен адам ретінде өзі проблеманы шешу керек, Бірақ көп мамалар қалай? Бытовухаға, тұрмысқа. Андай неге? Көніп жүре береді ғой? Жүре берсін. Көніп жүре береді. Білмеймін. Енді сіз оған ештеме істей алмайсыз, сіз өзіңізбен ғана айналысасыз. Мүмкін сіздің өмір сүріп жатқаныңызды, дұрыс өмір сүріп жатқаныңызды көріп, ата-ана сізден үйренеді. Себебі біз өзіміздің балаларымыздан көп нәрсе үйренеміз ғой. Солай. Бірақ алып, бәрін мойныңызға алып, қайтадан жоғарылап кетсеңіз, онда анаңыз мүмкін үйренбейді. Сіз енді ол бала үшін шеше позициясына алмайсыз. өтіп кетеді деген сияқты ғой. Сіз ол үшін ештеме шеше алмайсыз, істей алмайсыз, сіз тек қана өзіңізбен ғана айналысасыз, болды. Ал егер де сіз негізінен родовой системада бір адам өзгере бастаған кезде, яғни жүйеге дұрыстап кіріп, және программаларды бұза бастаған кезде, ақырында барлығы өзгереді. Сіз тек қана өзіңіздің отбасыңызда емес, жалпы сіздің жүйеңізде кім бар, соның барлығы өзгере бастайды. Себебі ол бір тамырмен өтеді ол. Одан кейін көбісі сол қойшы өздерінде ақша да жоқ қой деп мама папаларынан ақша сұрамайды да, әке шешесінен ақша сұрамайды. Бірақ ақша сұраған кезде бір басқа жер сезім болады бәрібір. Не үшін екенін білмейсің, бірақ мама папаң берген ақша андай берекелі болып көрінеді да, біраз нәрсеге жетеді сол. Ал мама папасынан жоқ болса да ақшасы жоқ, менде бар ақшам бар деп сұрамайды. Керісінше оларға береді. Қыздар алу керек. Ұлдарға береміз, бірақ негізгі қажеттіліктеріне ғана береміз. Бірақ 18 жастан кейін ұлға айту керек. Болды, өзің тап деп айту керек. Қызға беріп тұруға болады, беріп тұруға болады. Және осы арқылы ата-ана өзінің қажет екенін түсінеді. Және әлі де ол өзінің баласы үшін маңызды екенін түсінеді. Және ол оған әлі қамқор бола алатынын түсінеді. Ата-анаңыздан кез келген кезде барып алып тұрыңыздар. Ақша алыңыздар, не істейді біздің, ет беріп жүреді, құрт беріп жүреді, майларыңызды беріп жүреді, түрлі азық-түлік өнімдерді береді, жаңағы соның барлығын алып тұру керек. Яғни сол арқылы ол өзінің керек екенін түсінеді, ата-ана екенін түсінеді. Ата-анадан алған кезде сіз олар күштер көбейеді. Керісінше күш бересіздер. Сол үшін түсіну керек, соны алып тұрған маңызды екен. Барып бәрін бере берудің қажет жоқ. Әрине біз сыйлық жасаймыз, андасында бір ақшалай көмектесеміз. Ешқандай мынандай заңдылық жоқ, тіпті берме деген жоқ. Түсінікпен қарау керек бәріне, бір ситуация болса, қажет болса, ақшаңыз болып тұрса бересіз, көмектесіз, бірақ мынандай
тұрақты болмау керек ол. Ай сайын мен мысалы саған 200 мың беріп тұрам дегендей болмау керек ол. Бірақ ата-ананың үйіне барған кезде міндетті түрде барынша сол игілікті барлығын берген нәрсесін алып кету керек. Қуана алу керек. Олар да қуанады, сіз де қуанасыз. Мен бір подругам бар да, сол бір жақсы жұмысқа кіреді, зарплатасы кәдімгідей жақсы өседі. Сол кезде оның орнына ауысып кетеді да. Көп ақша табады, бірақ үйінде проблемалар көбейе береді. Мамасы сұрайды, біреу ауырып қалады, бүкіл осы қыздан ала салам, үйдің ремонтында осыдан ала салам, барлығын төлейтін осы қыз болып кетеді да. И потом ол қыз сөйтіп жүреді, өзі стресте, көп ақша табады, бірақ почему-то андай бір қалай ішінде бірдеңе жетіспей тұрады. Бақытты емес, көп ақша, ол бақыт, полныймен бақыттымын деген сөз емес қой. Ол жерде жетіспей тұрған нәрсе, ода ақша бар, бірақ ата-анасынан андай жоқ, қамқорлық жоқ да. Ата-анасынан алу деген сияқты, ата-анасынан жыл сөз естіп жатыр, бірақ беріп тұр, естіп тұр деген сияқты ғой. Ал одан кейін ол қыз жұмыстан шығып кетті да. И ода прям қолында ақша болған жоқ. Әке-шешесі төледі оған бәріне, үйіне барды, демалды. Әке-шешесінің андай тамағын ішті, ештеңе істеген жоқ үйінде. Сосын келген соң айтады ғой, мен андай күшті екен дейді. Маған көп ақша бермей ақ қойсын, бірақ жолыма өзі төледі, автобусыма өзі төледі, тамағын бәрін өздері әперді, киімдерін бәрін сол мамалар әперді. Мен күшті, бақытты болып жүрмін дейді да. И сол кезде главный нәрсе, ана жерде орын ауыстырып алған, до того андай қайттан өзінің рөліне түскеніне, бала рөліне түскеніне қуанды да ана. Чувство басқаша болды дейді. Орын ауысқан кезде бізге айтады ғой, түрлі белгі береді, айтады. Жаңағы сол кезде сынақтар неге көбейіп кетеді. Орын ауысып тұр, айтып отыр, сен өзінің орнында емессің, орныңа қайтып бар. Сен қате жасап жатсың, сен жүйені бұзып жатсың, системадан шығып кеттің, қайтадан кір дейді да. И кеңістік бізге түрлі ситуациялар жасап береді. Сосын соны білетін адам, егер де ол саналы түрде түсінетін адам, ол бірден бәрін орнына келтіреді. Түсінбейтін адам негізінен ол ситуациялар барған сайын қиындай береді. Яғни сіз қазір шешпесеңіз, оны келесі ситуация одан да қиын болады. Одан кейін одан да қиын болады, сөйтеді да. Сөйтіп денсаулыққа дейін барады ол. Сол үшін денсаулықтан кетпей тұрған кезде жақсы. Материально алса, егерде түрлі шығындар көбейіп кетсе, ол жақсы. Ал егер денсаулық кете бастаса, бұл уже қорқынышты нәрсе. Сол үшін бұл былайша айтқанда ойыншық емес, жай ғана қарайтын. Бұның барлығын адам өзі диагностика жасап, өміріне терең үңіліп, талдау жасап, әр нәрсені дұрыс жасап, қайтадан системаға қайтып бару керек. Өте маңызды сол. Сосын біз бүйтеді екенбіз да, біреумен қарым-қатынасымыз дұрыс емес болса, мысалы мамамызбен көп сөйлеспеуіміз мүмкін, арамызда бір проблема болуы мүмкін, оның орнын андай бір қымбат заттармен толтыруға тырысады екенбіз да. И ойлаймыз, ақша табамыз, кредитке алып болсын, әйтеуір рассрочкаға алып болсын, қымбат подаркын бересің, бірақ сонда да отношение бұрынғыдай да дұрысталмаған. Ол жерде біз сөйлесудің орнын материалдық нәрселермен, материалдық шығындармен жабуға тырысады екенбіз. Ол адамның андай қаржылық жағынан бір неге қаржылық жағынан проблемалардың пайда болуына алып келеді да. Өйткені қарызға алып тұр, немесе өзіне керекті нәрселерді, қажетті нәрселерді ысырып қойып, сол біреудің қалай дейді, сол жердегі қарым-қатынасымды сол зат арқылы түзелемін деп ойлайды екен да. Финанс жағынан да главный рөл атқарады екен адамдармен қарым-қатынас дұрыстаған кезде. Жалпы бүгін Үміт ханым, сізге көп рахмет. Бүгін күшті подкаст болды. Өзімнің де рахмет. Санамда жүрген бір сұрақтарыма жауап алдым. Негізі ата-ананы қабылдау жағынан адамға көп жұмыс жасау керек. Негізінен саналы түрде түсіну керек қой. Не үшін бұндай процесс болып жатыр? Ата-ананы қабылдау қаншалықты маңызды? Ата-ананың рөлі қандай, баланың рөлі қандай деген сияқты нәрселерді адам түсіну керек, Бұл жерде бір мынандай не бар? Қабылдау дегенде онша жақсы термин емес бұл жерде қолданатын. Біз оларды қабылдайтын кімбіз? Қабылдайтын бізде бұл жерде не жоқ қой? Выбор жоқ қой, қабылда немесе қабылдама деген выбор жоқ.
өзі қазақтар негізінен бастап кезде түсінген ғой, орныңды біл деген болды. Иә, біз бала кезімізде де айтады, артық кетіп бара жатқан кезде орныңды біл, сен артық кетіп жатсың деп тұр. Қазақтың танымында бар нәрсе бұл, өзіміздің бойымызда бар нәрсе. Біз ылғи да үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсеткенбіз, ол бізде бар болды. Біз оны сыйлайтынбыз, үлкендерді. Және де ата-ананы қабылдау дегеннің өзі ол дұрыс түсінік емес. Сенің ішіңде ғана сен ата-анаңа деген дұрыс емес ойлар бар. Соны түзе, болды. Оны қабылдасаң да қабылдайсың, қабылдамасаң да қабылдайсың. қабылдайсың. Қабылдау деген бұл жерде мәселе жоқ қой. Қалай сен оны, сенде таңдау бар ма? Мен таңдап алайын, мысалы 2-3 ата-ана тұр, мен біреуін таңдап алайын емес қой бұл жерде, дұрыс қой, Соғыстан жалпы ата-ананы қабылдау, принятие родителей деген термин өзі, мен ойымша бұл өзі қате берілген нәрсе. Мен оны қабылдаймын, қабылдамаймын емес, менде басқа амал жоқ, мен бірақ ата-анам бар, беріледі. Құдайға шүкір. Ойларыңды түзейсің, Құдайға шүкір, олар маған осы өмірді берді. Мен қазір тіршілік етіп жатырмын. Маған ең бірінші сыйлаған бақыты, берер нәрсесі өмір, және мен өмір бойы сол үшін қарыздар болып кетемін оларға. Ешқашан парызымды өтей алмаймын сол үшін. Болды. Ал бірақ менің олар туралы ойым дұрыс болмаса, яғни мен өзімнің қателігім ол. Мен өз ойымды өзім түзеу керекпін оларға қатысты. Яғни мен оны қабылдаймын, қабылдамаймын, жоқ, менде ата-анам жоқ деп айта алмаймын. Мен болды, олар бар, не жоқ, болды. Қалай болғанда да олар бар. Тірі болса да, болмаса да, олар бар. Сондықтан біз қазақи ұғыммен қарайтын болсақ, бізде қабылдау деген не деген жоқ. Біз жай ғана айтамыз, орнымызды білеміз, ата-ананы биік, жоғары екенін түсінеміз, және өмір бақи сол үшін біз қарыздар болып кетеміз, парызымызды өтей алмаймыз. Болды, осы ғана мәселе тұр, болды. Өте дұрыс айтасыз. Сол үшін рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін бізде осындай подкаст болды. Әдемі әңгіме болды. Ішінен өздеріңізге керектілерді аларсыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Рахмет, жақсы.